Сәлем. Бүгін біз ас қорыту жүйесінің анатомиясын және физиологиясын талқылайтын боламыз. Жалпы ас қорыту, тамақтану адам үшін неге маңызды? Ас адамның арқауы деп бұрын ата-бабаларымыз айтып кеткен. Осы сөздің өзі тамақтанудың адам өмірі үшін ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмыс жасау керектігінің маңызын айтып тұр. Негізінен адам тамақтанған кезде мынандай ереже бойынша тамақтану керек. 4-1, яғни 1% май, 1% күнәруыз, 4% көмірсуды тұтынуы керек. Яғни тарелкаға қоятын болсақ, 2 жұмыртқа, кішкене сары май және қалғандары салат, көкшептерді тұтыну керек болып табылады. Сонда сапалы тамақтану болып саналады. Негізінен ас қорыту жүйесі 2-ге бөліп қарастырсақ болады. Ас қорыту бездері және ас қорыту жолы. Ас қорыту жолының өзі 2-ге бөлінеді: жоғарғы және төменгі. Ауыз қуысынан ішекті асқазанға дейін жоғарғы, одан кейін төменгі болып бөлінеді. Негізінен мына жерде мен өзім салған суретім. Жалпы анатомияны оқыған кезде, медицинаның кез келген пәнін оқыған кезде өзімізге түсінікті болу үшін осындай схематичный суреттерді салып оқитын болсақ, ол жақсы есте сақталып қалады. Енді кеттік. Ауыз қуыстан басталады деп айтады ас қорыту жүйесін. Негізде ас қорыту, яғни біздің тамақты іздеуіміз, тамаққа деген қажеттілігіміз ол мидағы қартаста гипоталамус деген орталық бар. Сол жерде 2 гипоталамус, оның өзінде 2-ге бөлінеді. Ол да толықтық орталығы және аштық орталығы, центр насыщенности и центр голода. Сол центр голоданың жұмысының соның, яғни адам қанында глюкоза деңгейі төмендеп кетсе, сол аштық орталығына сигнал барады. Оның аштық орталығы сілекей бездерінде ұйқы безінің сигнал жібереді. Соның әсерінен адам тамақ іздей бастайды. Аузына тамақ жайлы сөйлейтін болсақ, тамақтың иісі келетін болса, немесе тамақтың суретін көретін болса, адамда еріксіз түрде ауызға сілекей келіп сөйлеуге ыңғайсыз жағдай жасайды. Сол себепті де сілекей пайда болады. Енді ас қорытудың негізгі басталатын құрылымдарына енді ауыз қуысында басталады. Ауыз қуысы латын тілінен cavitas oris деп аталады. Міне ауыз қуысының суреті. Жалпы оған 2 жоғарғы және төменгі еріндер, тістер, адамның тұрақты тістері 32, сүт тістері 20 болып табылады. Тіл және сілекей бездері жатады. Сілекей бездері мына жерде көрініп тұр. Кішкене. Так. Мынау құлақ маңы сілекей безі, немесе шықшыт деп атайды. Тіл асты сілекей безі және жақ асты сілекей бездері. 3 сілекей бездері бар. Бұлар ауызға сілекей бөледі. Ал сілекей болса, оның құрамында липаза, амилаза ферменттері және муцин, лизоцим бар. Яғни олар муцин шырш берсе, лизоцим бактерияларды өлтіруге. Сол себепті тамақ асқазанға түскен кезде біршама стерильді болып түседі. Келесі, ауызда тамақ механикалық өңдеуден өтеді. Механикалық өңдеуден өткеннен кейін ол өңешке барады. Мысалы, алманың суретіне көрсек, мынау алма десек, біз оны аламыз, ауызға саламыз, ауызда тістеп, ас кесегіне айналады. Ас кесектері тістер арқылы шайналып механикалық өңдеуден өтіп, және сілекей арқымен шыланады. Одан кейін ас кесегі бізде тыныс алу жолы мен өңеш бірдей тұрады. Бірақ екеуінің үстінде мына жерінде хуана, немесе қазақша аран деп айтады, сол бар. Яғни тамақ ауызға түскен кезде хуана трахеяны жауып қалады, өңеш ашылып, тамақ жаңағы алмамыз өңешке қарай түседі, ас кесегі болып.
Анагарды өшіріп тастайық. Өңешке түскеннен кейін өңештің негізгі қызметі ол ауыз қуысы мен асқазанның арасындағы жалғап тұратын түтік посредник болып табылады. Өңеш пен асқазанның арасында мына жерінде диафрагма, өңеш негізі диафрагманың астында орналасқан. Өңеш пен асқазанның арасында кардиалды сфинктер бар. Яғни біз тамақты жейміз, шайнаймыз, ол өңешке түседі. Өңештен асқазанға өткеннен кейін өңеште мына жерде кардиалды сфинктер, ол мынандай деп қарастырсақ, бірден жабылып қалады тамақ түскеннен кейін, асқазанға түскеннен кейін. Егерде кардиалды сфинктер дұрыс жұмыс жасамайтын болса, асқазандағы тамақ керісінше өңештен ауызға қайтып шығып кетеді. Ол құсумен сипатталады. Сфинктердің дұрыс жасамауының әсерінен пайда болады. Енді тамақ өңештен асқазанға түсті. Тамақ бір өзі не сияқты қарастырамыз, қойма ретінде қарастырсақ болады. Қапшық деп айтады. Мешкообразный орган дейді орыс тілінде. Оның өзінің үш түбі, денесі және пилорикалық бөлім, антральды немесе пилорикалық бөлімі дейді. Ол 12 елі ішекпен байланысқан, яғни пилорический сфинктер орналасқан бөлімі. Бұл асқазанда да сондай. Тамақ асқазаннан 12 елі ішекке өтеді. Мына жерде тоже ол жерде мынандай пилорический сфинктер бар. Ол тамақ асқазаннан кусок-кусоктар мындай болып 12 ішекке өткен пилорикалық сфинктер жабылып қалады, и тамақ қайтып арқаға қайтпайды. Егер арқаға қайтатын болса, ол да сфинктердің жұмысының бұзылуының әсерінен пайда болады. Ұстайық. Яғни асқазанда өзінің сөлдерін бөледі, ашқор, пепсин. Олар тамақты тоже бактерияларынан тазалайды, яғни тамақтың стерильді болуына жағдай жасайды. Және тамақ ашқор деп айттық қой жаңа, пепсиннің арқасында ол неге айналады? Жентекке, химусқа айналады. Кашеобразный емес, енді қалай? Андай не сияқты кашица бірақ ұқсаған затқа айналады, чтоб 12 елшекке өтуіне ыңғайлы жағдай жасау үшін. Негізгі астың сіңірілуі 12 елі ішекте басталады. 12 елі ішек дегеніміз мына жер. Ащы ішектің жоғарғы басталатын бөлімі болып табылады. Оған екі ұйқы безінің, мына жерде ұйқы безінің жасыл суреті көрінген, мына жерде жасыл түсті не бар? Вирсунгов проток деген бар. Одан ұйқы безінің сөлі, панкреатин бөлінеді. Ал мынау бауыр өт жасап береді гепатоциттердің арқасында. Ол өт қапшығына түседі. Тамақ түскеннен кейін, майлы тамақты жегеннен кейін өт қапшығындағы өт, от дисфинктері деген бар, ол ашылып 12 елшекке барады. 12 елшекке барғаннан кейін 12 елшекте тамақ тұр ғой. 12 елшекте тамақ тұрғаннан кейін от дисфинктері ашылады, мына жақтан вирусунгов проток ашылады. Соның әсерінен өттен бөлінген өт сөлі және ұйқы безінің панкреатин тамақтың сіңіріледі 12 елшек. Негізгі астың сіңірілу асқазанда емес, 12 елі ішекте, яғни ішектерді жүзеге асады. Өйткені оларды микробүрлері бар, мынандай ворсинкалар бүйтіп, мысалға ішек дейтін болса, онандай бетінде осындай гистологиялық бүрлері орналасқан. Енді тамақ мына жерде көбінесе негізінен өт майлы заттарды ыдыратады. Қалған кейбір көмірсулар, ыдырамай қалған су, мысалға, олар ары қарай кетеді. Ары қарай ішектің жіңішке ішектің келесі бөлім ащы ішекке барады және жіңішке ішектерге барады. Ол жерде де тамақтардың барлығы қанға сіңіріледі, яғни пайдалы элементтер, микроэлементтердің барлығы сіңіріледі. Көмірсулар ыдырайды. Көмірсу ыдыраған кезде глюкозаға дейін, полисахаридтер глюкозаға дейін ыдырап қанға сіңеді. Белоктар болса амин қышқылдарына дейін ыдырап, майлар болса липидтерге дейін ыдырап қанға сіңіріледі.
мына жерде негізінен ішектер жақсы қанмен қан тамырлармен қамтамасыз етілген, сол себепті де олардың барлығы веналық қанға сіңіп қан тамыр деп мына жерге қазір так ой кетіп қалды. Веналық қан тамырын деп қарайтын болсақ, мына жерде мысалға веналық қан тамыры бар десек, ол веналық қан тамыры жаңа сіңірген заттарды алды. Не ол жерде одан кейін нижняя полая вена, яғни төменгі қуысты венаға барады. Ал төменгі қуысты вена болса, жаңа қанның барлығын алып барып бауырға алып барады. Бауыр. А бауыр болса, не жаңа тамақтан оның үстіндегі барлық затты фильтрден істеп, фильтр жасайды. Бауыр фильтр жасап, кейін бүкіл қан айналымына жібереді. Ал енді қалған су болса, қалған заттар, қалдық заттар тоқ ішекте сіңіріледі. Көбінесе су тоқ ішекте сіңіріледі, кейбір микровитаминдерде тоқ ішекте сіңіріледі. Енді мүлдем сіңбей қалған заттар болатын болса, олар нәжіс арқылы тік ішек, мына жерде тік ішекпен сыртқа шығып кетеді, ануспен. Осы жалпы ас қорыту жүйесінің анатомиясы және қысқаша физиологиясы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп қолдау көрсетіп кетіңіздер. Алдағы уақытта анатомия бойынша және физиология бойынша жаңа сабақтар толық шығатын болады. Назарларыңызға рахмет.